Патша мен бүркіт. Бұрынғы заманда ылғи аң аулауды әдет қылған бір патша болыпты. Күндердің күнінде аң аулап жүрсе, ағаштың басында бір бүркіт отыр екен дейді. Патша оны көріп атайын деп ыңғайланған екен бүркіт. «Ей, патша, мен атпаңыз, мен сізге бір уақытта керек болармын» депті. Патша оның сөзін елемей атуға тағы ыңғайланады. Бүркіт әлгі сөзін қайта айтып, жалына беріпті. Бүркіт 3 рет жалынғаннан кейін патша ойға қалады да бүркітті үйіне алып келіп 2 жылдай асырайды. 2 жылдан кейін патша кедейленіп, асырауға шамасы келмей бүркітті қоя береді. Бірақ бүркіт қанатын көтеріп ұша. Сонан соң ол патшаға: «Ей патша, мені не қылсаң да тағы 1 жыл күт, мұратыңа жеткізейін» деп жалынады. Патша жұрттан қарызданып мал алып тағы 1 жыл күтіпті. 1 жыл толған соң бүркіт патшаны үстіне мінгізіп әкетіпті. Екеуі келе жатып бір дарияға жеткен екен. Бүркіт патшаны дарияға тастап жіберіпті. Патша тізесінен суға батып бара жатқан кезде бүркіт қайтадан көтеріп әкетіпті де: «Патша, қалғалай, қорықтың ба?» депті. Патша: «Енді өлдім ғой» деп едім» дейді. Тағы да бір дарияның үстіне келгенде бүркіт патшаны және тастап жібереді. Орта беліне батып бара жатқан кезде қайтадан көтеріп әкетеді. 3-ші дарияға келгенде тағы тастап жібереді, қайтадан көтеріп әкетіп: «Қорықтың ба?» дейді. «Енді тастасаң өлемін» дейді патша. «Жоқ, енді тастамаймын. Есіңде бар ма? Мен ағаштың басында отырғанда атамын деп мені де 3 рет қорқытып едің ғой. Мен 3 рет өз істегеніңді алдыңа келтірдім» дейді де шарықтап кетеді. Bir кезде: «Жоғары, төмен, қарашы, не көрінер екен?» дейді. «Жоғарыда көк, төменде жер көрінеді» дейді патша. «Және жан-жағыңа қарашы» дейді. «Оң жағымда сахара, сол жағымда бір үй тұр. Ол үй менің кіші қарындасымның үйі, соған барамыз» дейді бүркіт. Бүркіт келген соң қарындасы алдынан шығып ағасын күтіп алып, патшаны көз келмей қораға тастап кетеді. Ағасын тамаққа тойғызып, байлаулы тұрған итін босатып қоя береді. Ит патшаны талай бастайды. Бүркіт шыға келіп патшаны иттен айырып алады. Қарындасына ашуланып патшаны арқасына мінгізеді де ұша жөнеледі. Ұшып келе жатып: «Артымызда не бар?» дейді патшаға. Патша артына қарап: «Bir қызыл үй көрінеді» дейді бүркіт. «Ол бізді күтіп алмай, сені итке талатқан үшін жанып жатқан менің манағы қарындасымның үйі. Енді жоғары төмен қара» дейді. «Жоғарыда көк, төменде жер көрінеді» дейді патша. «Оң мен солыңа бірдей қара» дейді бүркіт. «Оңымызда сахара, солымызда бір үй көрінеді. Ол менің ортаншы қарындасымның үйі, соған біз қонаққа барамыз» дейді. Екеуі қарындасының үйіне келеді. Қарындасы алдынан шығып ағасын алады да патшаны қораның ішіне тастап кетеді. Бұл тағы да итті босатып қоя беріп патшаны талатады. Бүркіт оған да кейіп патшаны иттен айырып алып, қарындасына ашуланып патшаны үстіне мінгізіп алып ұша жөнеледі. Ұшып келе жатып: «Артыңызда не көрінеді?» дейді. «Қызыл үй көрінеді» дейді патша. «Ол бізді күтіп алмаған үшін күйіп жатқан менің жаңағы қарындасымның үйі. Енді шешем мен ағамның үйі бар, біз сонда барамыз» дейді. Ұшып келеді. Ағасы мен шешесі алдынан шығып, баласы мен патшаны күтіп алады. Бүркіт патшаға: «Тақсыр жатып демал. Біраздан кейін сізді кемеге отырғызып, еліңізге қайтарам. Баяғыдан бергі сіздің істеген жақсылығыңызды ақтаймын» дейді. Мұнан соң патшаға бір кеме, бірі қызыл, бірі көк 2 сандық беріп: «Осы 2 сандықты үйіне барғанша ашпа. Барғаннан кейін қызыл сандықты сарайдың артқы жағына апарып, көк сандықты сарайдың алдыңғы жағына апарып аш» дейді. Патша мұның бәрін алып дарияға түсіп, бүркітпен қоштасып жүзіп кетеді. Күндердің күнінде кеме аралға кездесіп тоқтап қалады. Сол уақытында патша бұл 2 сандықты не үшін ашпасқа деп шыдамай көргісі келіп қызыл сандықтың аузын ашқан екен. Аралдың іші малға сыймай кетіпті. Патша не істерін білмей өкініп, осынша малды бұл кішкентай сандыққа қалай сыйғызамын деп жылап отырғанда дариядан бір кісі суды қақ жарып шыға келіпті де: «Не үшін жылайсың?» дейді. Патша уақиғасын бастан аяқ баян етеді әлгі адам. «Егер де сол малды сандыққа сыйғызып берсем, үйімдегі өзің білмейтін нәрсені маған беремісің?» дейді. Патша: «Мен білмейтін үйімде не нәрсе бар?» деп ойлап беруге уәде етеді. Сонан соң әлгі адам барша малын жиып сандыққа салып береді, суға түсіп кетеді. Патша кемесіне мініп үйіне келсе, әйелі ұл тапқан екен. Патша оны көріп, бетінен сүйіп, қапаланып жылай бастайды. «Ханым, неге жылайсың?» деп сұрайды. «Сағынғаннан жылаймын» деп патша шынын айтпайды. Мұнан соң
сарайдың артына апарып қызыл сандықты ашқан екен. 4 түлік мал далаға сыймай кетіпті де көк сандықтан бұлбұлдары сайраған бақша шығыпты. Сол кезде патшаның көңілі сейіліп, кедейлікті де ғайыптан кездескен кісіге берген уәдесінде ұмытыпты. Күндерде бір күн патша өзен бойынан аң аулап жүрсе, су ішінен баяғы кісі шыға келіп патшаға: «Бермегіңді ұмытып кеттің бе?» депті. Патша жылап үйіне келетті. Патшайым мен баласына бұрынғы уақиғасын бастан аяқ баян етеді. Ертеңіне ханымы мен екеуі баласын өзен бойына апарып тастайды да жылай-жылай қоштасып айырылысады. Патша үйіне қайтып бармай, бет ауған жағына жүре береді. Келе жатып бір қалың тоғайдың ішіндегі лашық үйге келіп кірсе, ішінде бір мыстан кемпір отыр екен. Ол патшаның жайын сұрап, басындағы қайғысымен танысқаннан кейін: «Олай болса сен дарияның жағасына барып, қамыстың ішіне жасырынып жат. Сонда аспаннан ұшып 12 аққу келеді. Олар шешініп қыз суретіне түсіп шомылады. Сонда сен жасырынып барып үлкен қыздың киетін кебенегін ала қой. Ол қыздың аты Ғайнижамал. Ол жалынып сұраса да сен көнбегін берме. Өз атын айтып, мен сендік дегенше көнбе. Жолшыбай саған 3 кісі жолығар, оларды да тастамай бірге жолдас қылып ал. Олар да саған дос болар» дейді. Патша кемпірдің айтқан істеп, қамыстың ішіне жасырынып, айтқандай 12 аққу келіп дарияның шетіне қонып, 12 қыз бейнесіне еніпті де суға шомыла бастапты. Сол кезде патша жасырынып барып, үлкен қыздың киетін кебенегін ала қойыпты. Сонда өзге қалғандары судан шығып киініп құс болып ұшып кетеді. Ғайнижамал отырып қалады. Патшаға жалынады: «Сен менің атам су патшасына келгенде мен саған керек болармын, мені қоя бер» дейді. Патша оған болмайды. Ақырында қыз өзінің атын айтып, «Мен сендікпін, қай уақытта болса да керек қылғаныңда әзір болармын» деп уәде берген соң патша аққу кебенегін өзіне қайтып береді. Ғайнижамал киініп алып құс болып жолдастарының соңынан ұшып кетеді. Келе жатып патша қыстыгүнгі аяздай қаһарланған бір 3 батырға жолығып, бұларды өзімен бірге су патшасына алып келеді. Ол патша: «Досым, не үшін мұнша кешігіп келмедің? Мен сені тоса-тоса шаршадым. Енді сен бүгінгі түннен қалдырмай дарияның үстіне көпір сал. Егерде салып бітіре алмасаң басыңды аламын» дейді. Бұл жылап келе жатыр екен. Бір уақытта әйнектен Ғайнижамал қарап: «Патша, не үшін жылап келесің?» депті. Патша бастан аяқ қыздың әкесінің бұған берген қызметін баян еткен екен. Қыз: «Жылама, біздің сарайға барып ертеңге шейін жат. Баршасы да түнде даяр болар» депті. Ғайнижамал далаға шығып дауыстаған екен. Көпірге керек барлық ағаштар даяр болыпты. Оларға таң атқанша көпір даяр болсын депті. Таң атқан соң қыз келіп патшазаданы оятып: «Тұрыңыз, көпір даяр» депті. Ол қолына сыпырғыш алып көпірдің аузында тұр екен. Су патшасы келіп көпірді ұнатып патшазаданы мақтапты да: «Енді сен сарайымның ішіне неше түрлі бау, шарбақ, сандал орнат, онда бұлбұл құстар сайрап тұрсын» депті. Ғайнижамал мұны әзірлеп береді. Таңертең су патшасы келіп: «Жарайсың жігіт, енді менің 12 қызым бар, соның біреуін 3 қайтара тапсаң саған беремін, егерде таба алмасаң басыңды аламын» дейді. Патшазада келіп оны Ғайнижамалға айтқан екен. Ол: «Әуелгіде мен орғы малымды алармын, екіншіде киімімді түзермін, үшіншіде менің басымнан бір шыбын ұшар, мен екенімді сонан білерсің» депті. Патша қыздарын көрсете бастаған екен. Патшазада Ғайнижамалды 3-ке шейін ұстаған соң 30 күн ойын 40 күн тойын жасап қызын қосуға ниеттенген болады. Неше түрлі шараптар дайындатады. Сонсын патша: «Шойын қып-қызыл болғанша монша жақсын, содан кейін жастар барып түсіндеп бұйырады». Ғайнижамал әкесінің не ойлағанын сезетті. Патшазадаға: «Біз қашайық, осы атамыз бізге қастық істер» дейді. Екеуі қашып жөнеледі. Бір жерлерге жеткенде Ғайнижамал: «Аттан түсіп жерге құлағыңды салып тыңдашы, артымыздан келе жатқан қуғыншы жоқ па екен» дейді патшазадаға. Ол аттан түсе қалып тыңдап, еш нәрсе ести алмапты. Ғайнижамал өзі түсіп тыңдап, арттарынан қуғыншы келе жатқанын біліп, өшкіріп, аттарын үлкен тоғай қылып жібереді. Өзі құдық болып қалады. Патшазаданы бір қарт шалдың бейнесіне енгізе қояды. Қуғыншыларға: «Олар өтіп кетті. Көп заман болды. Менің жас уақытым еді. Сонда осы ағашты егіп жатыр едім» дейді. Қуғыншылар жетіп келіп шалдан: «Ей шал, кетіп бара жатқан бір қыз бен бір жігіт көрдің бе?» дейді. «Көрдім шырақтарым. Одан бері не замандар өтті ғой. Ол кезде мен жас едім. Осы ағашты жаңа ғана егіп жатқанда көріп едім» дейді.
Қуғыншылар патшаға қайтып келіп көргендерін баяндайды. Патша оларға ашуланып, қуғыншыларды дарғасуға бұйырады да тағы да қуғыншылар жібереді. Бұл кезде қашқындар көп жерге ұзап кеткен екен. Бірақ Ғайни-Жамал қуғыншылардың жететінін сезеді де патшазаданы бір қарт қожа етіп өзі бір ескі мешіт болады. Қуғыншылар келіп: «Ей қожа, кетіп бара жатқан қыз бен жігіт көрдің бе?» дейді. «Көрдім, бірақ одан бері ықылым заман өтті ғой. Менің онда жас кезім еді, мына мешіт жаңа салынып жатқан» дейді. Қуғыншылар қайтадан қайтып патшаға: «Тақсыр, еш жерден таба алмадық. Өздері түгіл ізін де көре алмадық. Бар көргеніміз бір қарт қожа мен ескі мешіт қана» дейді. Патша сол қожаны алып келмеген үшін бұларды және дарғасуға бұйырады да енді өз аттанады. Мұны біліп, Ғайни-Жамал аттарын балдан тәтті бұлақ қылып, күйеуін еркек үйрек, өзін ұрғашы үйрек етіп жібереді. Сол кезде патша келіп судан іше бастайды. Судың тәттілігіне қызығып іше патша іші жарылып өледі де қашқындар қайтадан қалпына түсіп үйлеріне жақын келеді. Сонда Ғайни-Жамал: «Сіз бұрын барып ата-анаңызбен амандасыңыз, мен сізді тосып отырайын. Бірақ менің сізден сұрайтыным, амандасқанда барша жұрттарыңызбен сүйіскенде қарындасыңызбен сүйіспеңіз» дейді. Патшазада үйіне келген кезде Ғайни-Жамалдың сөзін ұмытып кетіп, ата-аналарымен де қарындасымен де сүйіседі. Бұдан кейін Ғайни-Жамал 3 күндей тосып, патшазада келмеген соң шәһәрдің ішіне кіріп, бір нашар кемпірдің кейпіне келіп, бір кемпірдің үйінде тұрады. Сол кезде патшазада бір сұлтанның қызын алмақшы болып: «Кімде-кім тойға келетін болса, менің патшалығыма қараған ер кісілер бір түшпәрадан ала келсін» деп жар салады. Бұл хабарды естіп, мына Ғайни-Жамал үйінде тұрған кемпір түшпараға оның үйлеп даярлана бастайды. Ғайни-Жамал: «Маған беріңіз, мен пісіріп алып барайын, маған патша бір рақым болар ма екен» депті. Ол нанның ішіне ірімшікпен бірге бір еркек, бір ұрғашы кептер салып пісіреді. Ғайни-Жамал үй иесі кемпірді қасына ертіп, патшаның сарайына барса той болып жатыр екен. Даяшылар бұлардың тамағын алып патшаның алдына қояды. Патша сол жерде түшпараны кесе бастаған екен, ішінен екі кептер шыға келіп, ұрғашысы аузына ірімшік тістеп ұша жөнеліпті. Сонда еркегі: «Маған жартысын бер» деп таласқанда ұрғашысы: «Жоқ, бермеймін. Берсем Ғайни-Жамалды ұмытқан мына патшазадаға ұқсап, сенді ұмытасың» кепті. Сол арада патшазада Ғайни-Жамалды тани кетіпті де құшақтасып, жасаған тойын енді қайта соған арнап жасапты. Екеуі қосылып ұзақ өмір сүріпті.